әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Жанболат Найзабеков, өнер қырандары театрының актері. Әкемнің аты Көшербай, Найзабеков Көшербай Көшкінбайұлы. 1950 жылы дүниеге келген, шілденің 28-і. Анам Жакупова Қарлығаш Төлеген қызы. 1954 жылы сәуір айының 2-сінде дүниеге келген. Әкем Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласында дүниеге келген. Анам Қарағандыда дүниеге келген. Енді ол кісілердің балалық шақтары болғанда осы 50-60 жылдардың кезі. Енді әйтеуір ол кісілердің айтуы бойынша анам жұмыс жасауға келген, сол Құлсарыға, сол жақтан танысқан. Әкем сол мектеп оқығаннан кейін мектепте жүріп, халық театр деген болған ауылда. Сол халық театрында актер болып істеді. Анам сол жерде ансамбльде әнші болып істеген. Сол жақтан жолыққан. Ол кезде жаңа әскерге басқа бірлерге, Россия, жаңа шетелдерге, сол жақтарға келген. Әкем сол әскерге болып келген 2 жыл. Одан кейін сол әртістік сонымен тәмамдап Москваға оқуға түсіп, сол жақтан жаңа окулист дейді, көз дәрігер мамандығын бітіріп келіп, сол отау құрып, сол Құлсары қаласында сол жақта қалды. Сол жақтан біздер дүниеге келдік. 6 ағайындымыз. Үйдің үлкені Жарас деген ағам 74 жылғы. Одан кейін Жалғас 75. Тоғжан деген әпкем бар 77, 79 Жазира деген әпкем бар. 84 жылғы Жақсалай деген ағам бар. Үйдің кішісі мен Жанболат кенжесі. Енді шыны керек, мен осы уақытқа дейін бір не әкем не анамның маған қол көтерген кезі болмаған. Ағаларым көтерген, бірақ әке шешем маған қол көтермеген. Мінезінде менің көзімше бір-біріне көрсеткен күнім байқағам. Мен кішкентай кезімде көрсеткен болар жастықпен. Өйткені мен есейгелі, ол кісілерді есейіп кетті. Бір-бірін ымжыммен, қабақпен түсінетін жағдайға жетті. Менің көзімше, Алла сақтасын, бір-біріне ішіп алып келіп әкем ондай нәрсесін көрмеппін. Әкем жоқ деген нәрсені білмейді. Бір-біріне сұрап беріп жіберді. Жоқ дейсаңыз негізі детсім 3 әріптен тұрады, бар деген 3 әріптен тұрады ғой дейді. Жоқ, не бар, не бер. Тарылмайтын. Қолында бар ма береді. Анам да сол кісілердің тәрбиесін әйтеуір алып, сол бір ерекше мінездер, сосын күліп жүреді үнемі. Анам да, әкем де бір қабақ шытқан күндері жоқ. Барған жерлерінде күліп ойнап, әзілдесіп, Аллаға шүкір үлкен кісі ақсақалдар алқасы болып отыр. Соның бәрін әйтеуір өзінің бір жайдары, жақсы мінезімен деп ойлаймын өз басым. Әкем көз дәрігері, сол қазір Жылой ауданы Құлсары қаласында білікті маман иесі, өзінің жеке былай айтқан кезде кішігірім шеберханасы бар, көзілдірік жасайтын. Анам әзірге үйде кезінде бухгалтер мамандығында болған, есепші. Қазір немерелерін бағып, үйде отыр ол кісі. Пенсияда, зейнеткерлікте отыр. Үйдің кенжесі болғаннан кейін ерке болып өстім. Шыны керек, ата әжеміздің қолында өстік. Ол кісілер көп тәрбиеге араласа алмады. Біз сол марқұм ата әжеміздің қолында өстік. Біздер еркелік жасап қойдық та, біз атамыз әжемнің арқасында қаламыз бар. Ештеңе істей алмайды. Былай айтқан кезде су ақпайтын болды төбемізден. Сондықтан да бір жазалайды деген, жазалаған күндер болмапты. Мен бір дауыс көтеріп ұрысқан кездері болды, қол көтерген кез болды. Мен ата әжемнің қолында өскенмен жаңа 12-13 жасқа келгеннен кейін біліп, кішкене жақындап, былай қарай түнде қашып кетіп деген сияқты. Анамызға жақынбыз өйткен. Студент болғанда да әкемізбен сөйлеген соңымызда мамаға өшсесең, мен ақша сұрайын деп жатыр дейді. Өйткені әкеңнен тіке сұрай алмайсың да, бата алмайсың да, ақша салып жіберің.
Анаңа қанша сумма керек екенін айтасың да, студент болып жүрген сондықтан анамға жақын боласыз. Енді ешкімнен ештеңе сұрама дейтін. Бірден бір нәрсе бар, маған керек болып тұр деп сұрама. Келіп жүр жағдайын келіп отырса өзің қолыңнан жаса. Жаңа енді көп қой енді біреудің ала жібін аттама, боқтық сөз айтпа, балам дұрыс болды. Білет бір осы гастроль болып кетті, концерт болып кетті, қарбалас болып кеткен кезде бір аптадай хабарласпай қалдым. Анам маған емес, келіншегіме айтып ренжіген, балам бір хабарласпайды деп. Бірақ соның өзінде де алло, мама десең, оның бәрін ұмытып кетеді. Ой, қойшы, сен хабарласпадың деген әңгіме айтпайды да. Қалайсың жаным деп әңгіме бастаған, өзің езіліп кетесің. Бірақ енді ондай бір қатты бір ренжітіп қойған кездер болмаған, Құдай сақтасын. Өзімнің отбасыма келетін болса, енді мен отбасын 2012 жылы құрдым, 24 жасымда. Келіншегім аты Іңкәр. Сол 2006 жылы Темірбек Жүрген атындағы өнер академиясында жүрген кезде сол академияның қабырғасында танысып, содан 2012 жылы отау құрдық. Аллаға шүкір 3 қызымыз бар қазір. Медина, Сезім, Тасним деген. Үлкені 5-те, одан кейінгісі 3-те, одан кейінгісі Алла қаласа 1-ге келеді. Енді біздің әке-шешеміз кішкене союздың кезінен қалып кеткен кісілер бол. Атамыз намазхан болған, соны айтады. Менің Найзабек деген атам намазхан болған. Сол кісілерді айтып отыратын. Атамыз 5 уақыт намаз оқыған, 90-ға келіп қайтыс болған ол кісі. Сондай бір керемет, жайдарлы міне жаңағы кішкентайларға дем салып отыратын деп. Сон өзіміз айтыр, осы Алматыға келе, Алатауға жүрегімізді ашқаннан кейін білдік қой. Айтыр. Енді тәрбиені, қыз балаға тәрбие беру өте қиын нәрсе. Өйткені ол баланы айтыр, шапалақпен бір келтіріп аласың, қыз балаға кес қол көтере алмайсың. Және де аузыңнан абай болып сөйлеу керек. Өйткені қыз баланың қабылдауы несі өте күшті да. Не айтасың? Қағып алып өзің айтып отырады. Жүріс-тұрысы, сондықтан да енді қыз баланың тәрбиесіне аса көңіл қатты бөлеміз. Осылай болады, осылай болмайды деп кішкене. Шариғаттан да кіргенде, үйге кіргенде қалай, үйге кісілер келгенде амандасу, түшкірген кезде айту деген нәрселер. Бірақ ол кісілерден атсалысатын жерлер бар, айтады. Жалпы сол кісілердің тәрбиесімен келе жатырмыз. Ол кісілердің біздерге бергені көп. Өте бір енді. Жартысының да жартысын өтеген жоқпын деп ойлаймын. Енді Алла бұйырса осы. Өзім ойым осы келесі жылы бір қажылыққа деп ниет қылып отқан. Семьямызға, отбасымызға барып қайтсақ па деген. Бірақ енді оған дейінгі нәрселердің бәрі саналмайды деп ойлаймын өйткені. Ол кісілер маған бергені көп. Осы уақытқа жеткізген әуел Алла сол кісілердің арқасы. Мен мұқтаж қылмады ғой еш нәрсеге. Мен мұқтаж болмадым да. Өйткені ол кісілердің қиналғанын көре тұра, бірақ мен мұқтаж қылмадым. Көршілерде бар нәрсе менде де болды. Сол нәрсені мен айтыр жоқшылық көрмедім. Менің алдымдағы ағаларым көрді, бірақ сол нәрсені маған көрсеткен жоқ. Өздерінің соңғы тиынына дейін қыстың күні айтыр етігін сатып әкеліп анам базарда тұрады, жаңа балық сатады, далада тұрып. Әкем кетеді. Сол мен айтыр анау керек, мынау керек деймін, соны барып әкеліп береді. Шүкір айтыр ақпаға, ондай жағынан. Сондықтан менде өмір бақи қарыз жоқ ол кісілерге. Негізі айтады, ананың қадірін анасы жоқ біледі дейді. Әкенің қадірін әкесі жоқ біледі дейді. Ол рас нәрсе негізі, өйткені анасы өскен достарым да бар менің. Байқалады ананың тәрбиесі, анасы жоқ екен. Енді біз әйтеуір кішкене исламнан хабарымыз болғаннан кейін Аллаға шүкір қоңырауда шалып тұрамыз, жағдайларында сұрап тұрамыз. Бірақ бәрібір жетіспейді ол нәрсе, өйткені қасында болмағаннан кейін. Мен көшіріп әкеліп алайын деп тырыстым. Келеді, әрі кетсе 1 ай қашып кетеді. Қазір келеміз дейді. Билетті алып қояды маған айтпай. Қайдасыздар, ауылға барып келейік, немерелерді саған. Түсінесің ғой енді оның бәрін, бірақ
кейбір енді Алла кешірсін, қазір әлеуметтік желіден де көріп жатамыз ғой. Анасын сабап жатқандарды да көресің да. Алла олардың жүрегіне енді бір иман берсін, сабыр берсін дейсің. Ана қарттар үйіне барған кезде бір апамызбен сөйлестім да. Маған, ей балам, танып не қылып жатыр да. Апа қалай дейді. Балаңыз қайда деймін ғой. Балам шетелде дейді. Жұмыста ғой дейді. Соның өзінде баласын жақтап отыр да. Ол шетелде ғой, жұмыста ғой дейді. Немерем кеп тұрады дейді. Бір келгенден ай сайын келін жіберіп тұрады бала пенсияға дейді. Сол кісінің пенсиясын алып кетеді екен де келіп. Не шетелде не қылып жүр деймін де, пенсия қойып жатқаның бар. Соған артынан бастығы да айтады да, ой бұл жерге дейді, пенсия түскен кезде дейді, джипта көрінбей кетеді дейді қарттар үйінің алды. Соны мен айтамын, сол кісілер қалай жәннатты аңсайды деймін де. Жүрегің ауырады да енді. Шыны керек, негізі тәубаға келген кезде сол қарттар үйіне бір барып шықсаң, әке-ананың қадірін түсінесің деп ойлаймын. Бірақ Алла санаға бермегеннен кейін ол нәрсе қанда болуы да мүмкін да. Жетесіз бала болғаннан кейін ол өте қиын ғой. Бірақ қоғамда қазір көбейіп бара жатыр ол нәрсе. Сондықтан да біз енді келе жатқан артта ұрпағымыз бар. Сол нәрсені білмеу керек та. Ата-ананың қадірі қалай екенін білу керек. Сондықтан да видеода кішкене шариғаттан қозғап, не екен, ата-ананың қадірі қалай екенін айтып тұрған абзал деп ойлаймын.